Ақтаудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары республикалық зерде байқауында топ жарды. Бас аяғы 500 бала қатысқан сайыста маңғыстаулық өрендер әзірленген жобалар көпшілікті тәнті етті. Биология және физика пәндері бойынша оқушылар ойлап тапқан жаңалықтарды қазылар алқасы жоғары бағалап, авторлары бірінші орындарға ие болды. Білімпаз өрендермен жүздесіп қайтқан тілшіміз тақырыпты жалғастырады. 7-ші сынып оқушысы Аружан Нұрлан сабақтан бос уақытын Каспий жағасында өткізгенін ұнатады. Толқын жағалауға шығарып тастаған теңіз балдырын жинап, құрамын зерттеп келеді. Өзіне тән иісі бар өсімдік ыстық күндері баяу кебеді. Демек тыңайтқышқа айналдыруға болады. Осыны түсінген оқушы оны шалғам өсіруде қолданып көреді. 2 аптада балдыр араласқан топырақта жасыл желек өсіп шыққан соң өз жобасын білім байқауына ұсынып, сәтті қорғап шықты. Я взял водоросли. Теңіз балдырын алдымен кептіріп алдым, кейін сумен жуып, 0,5% тұз қышқылымен өңдедім. Ағаш ұнтағын салған соң топырақпен араластырдым. Нәтижесі көңілімнен шықты. Шалғамнан бөлек үй өсімдіктер де жақсы өсіп тұр. Жас биолог Ернар Өмірзақтың да авторлық жобасы зерде байқауында топ жарды. Артериалды гипертония дертіне шалдыққан ағасы көп жылдар бойы диета ұстанып келген екен. Зерек оқушының ақылымен бірнеше апта бөдене жұмыртқасын жеген соң науқастың қан қысымы қалыпқа келіпті. Ол адамды емдеуге бізге 3 апта кеткен. Барлығы 120 жұмыртқа. Бастапқы 2 аптасында біз 2 жұмыртқадан бердік, ал соңғы аптасында 3 жұмыртқадан бердік. Емделу басталғанда оның артериалдық қысымы 160-95 болған. Ал зерттеу қорытындысында 120-80-ге түсті. Республикалық сайыстың келесі жеңімпазы Ғалымжан Идрисов. Ол ұялы телефон аккумуляторынан энергия алудың қауіпсіз әдісін ойлап тапты. Бүгінде жас өнертапқыштар кезекті білім байқауларын бағындыруға қызу дайындық үстінде. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24.